Қымбатты достар, бүгін сіздермен біз ана таңқурай тосабын жасағымыз келіп тұр. Таңқурайдың науқанында қазір базарларда бәр жерде таңқурай тұр. Келасы 800, 900 деп тұр, 600 дегенде таңқурайлар бар екен, бүгін көріп келдім. Сондықтан бүгін сіздермен біз болып жасап көрейік. Құрметті достар, бүгін малина тосабын жасағымыз келіп тұр. Малинаның науқанында. Малинаны қазақшаға таңқурай деп аударыпты. Қазақша сөйлейік. Мына таңқурайымыз 2 кило. Оны мен үйдің бақшасынан емес, дүкеннен, базардан сатып алдым. Сондықтан бұны дұршылаққа салып, тесік-тесік әдемілеп жуып алдым. Сонан кейін мына әр килосына 800 граммнан қант салам мен. Негізі мына банкілеріміз дайын тұр. Енді қазір осы қантты салып, анау пюре жасайтын толкучка дейді ғой, сонымен майдалап. Міне әдемілеп майдалап жатырмыз. Бұны көп қайнатпайық дедік. Майдалап болғасын, қазір қайнап шыққанда пештің үстінде 1-5 минут қайнатамыз, болды. Сөйтіп жауып береміз. Оның өзінің бойында дәрумендер өзінде қалу керек. Қыстың күні жаурап қалсаңыз да, салқындап қалсаңыз да, шаймен сол дәрумендерді ішіп отырасыз. Міне әдемілеп майдалап алдық. Енді қазір пештің үстіне қойып қайнап шыққанын күтеміз да. 5 минут қайнатып алып жауып аламыз. Міне жай отта қайнап жатқанына 3-4 минут уақыт болды. Оны мына көбігін алып жатырмыз. Көбігін алып тастаңыз. Жайлап. Енді 1-4 минут қайнатамыз. Болды. Дайын банкілерге жауып алыңыз. Витаминде өзінде көп қайнатқан жоқпыз. Қыстың күні сен же, мен же, сондай тамаша сүйікті таңқурай тосабы болады деп ойлаймын. Қазір енді 3-4 минут қайнатып алайық. Таңқурай тосабымыздың қайнап жатқанына 8 минут уақыт өтті. Енді астын өшіреміз дағы. Енді жауып беріңіз. Болды. Сондай тамаша варенье. Міне қараңыз, керемет дәмді тосап шықты. Мына осы неде 2 кило таңқураймен 1 кило 600 қанттан, міне қараңыз, 2 литр, сосын кішкентай шайға арналған ыдысқа тосап шықты. Міне осындай жасап жүріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрген шығарсыздар. Таңқурай тосабын мен былай жасайтын едім, былай жасайтын едім деген ойларыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, кем кетігін айтыңыздар. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын, астарыңыз дәмді болсын.